Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай өте керемет болып шығатын, әрі дәмді, жұмсақ болып шығатын пирожки дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен суымызды, 1 стақан жылы су, 1 стақан бөлме температурасындағы суды және үстінен 1 стақан су және осындай ерітілген маргарин немесе сұйық май қосып жібереміз. Және тұзымызды саламыз. Қалауларыңыз бойынша қант қоссаңыздар болады. Және ашытқы саламыз. Жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды осылай бірте-бірте салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірден көп салып жібермеңіздер. Қамырыңыз илеген кезде қатты болып қалуы мүмкін. Аз-аздан осылай салып илеп отырамыз. Міне қамырымыз осы видеодағыдай болған соң, үстінен біраз қасық май қосып жібереміз. Және сол майы кішкене сіңгенше осылай илеп жіберетін боламыз. Міне жұмсақ, әп-әдемі болып шықты. Енді бетін жауып 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Келесі кезекте біз ішіне начинкасын дайындайтын боламыз. Пиязымызды осылай өте жіңішке етіп тураймыз, және картоптарымызды да солай жіңішке етіп турап аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп турай беріңіздер. Немесе қалауларыңыз бойынша картопты қайнатып қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде барлығын қуырып, сосын езіп, солай қосып жатырмын. Картошкамыздың үстіне осылай тұз саламыз. Қалаңыз бойынша приправа немесе осылай қара бұрыш немесе кинза қосып жіберсеңіз болады. Яғни кинзаның ұнтағы, майдаланған түрі. Келесі кезекте табамызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Қызып тұрған майда пиязымызды осылай сарғайғанша қуырып аламыз. Пиязымызды қуырып болған соң, үстінен осылай дайындаған картоптарымызды салып, оны да жақсылап сарғайғанша қуырамыз.
жай отта 20 минутқа демдеп қоятын боламыз. Міне біз дайын болған картоптарымызды осылай езіп шығатын боламыз. Осындай бір ыдысқа май құйып аламыз. Тамаққа қосып жүрген сұйық майдан құйып ала берсеңіздер болады. Міне ашып шыққан қамырымызды, дайын болған қамырымызды осылай өздеріңізге керекті көлемдер бойынша осылай домалақтап бөліп ала бересіздер. Қатты үлкен қылып қоймаңыздар, осылай видеодағыдай орта етіп жасай берсеңіздер болады. Өйткені майға піскен кезде бұл көтеріледі. Міне барлығын осылай бөліктерге бөліп болған соң, осылай бетінен кішкене сұйық майдан жағып жібереміз. Және де 5-10 минутқа осылай бетін жауып қоямыз. Міне 5-10 минут тұрды, кішкене көтерілді. Енді осылай қолымызбен жайып жіберіп, үстінен начинкамызды салып, түйіп қоямыз. Қолыңызды кішкене осылай майлап жіберіп, осылай жая берсеңіз, қолыңызға жабыспайды. Міне барлығы дайын. Келесі кезек бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бұл аралықта біз майымызды қыздырып дайындап қоямыз. Міне қамырымызды осылай кішкене жайып жібереміз де, майымызға салып пісіре береміз. Екі жағы қызарғанша осылай әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Міне құрметті достар, біздің осымен пирожкиіміз дайын. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі әдемі болып шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз.